Мен бір жігітпен жүрдім, ол бір баласы болмаған соң әйелімен ажырасып кеткен екен. Маған ұл туып берші дейтін. Жүріп жүргенімізде ол басқаға үйленіп кетті. Менің аяғым ауыр болды. Алдырамыз деді, алдыртпадым. Жүкті екенімді айтып, жігітімнің әке-шешесіне айттым, мені жолатпады. Көшеде жүрген әркім келіп баламнан 2 қабатпын десе бәрін кіргізе беруіміз керек пе деп өзімшіл балалаттады. Мен жігітім де, оның ата-анасы да қарсы болғанына қарамастан, жігітімнен аумайтын ұл тудым. Баласы туылған соң ол мені ата-анамның алдына барып баталарын алып, мені алып кетті. Бірақ ол әйелінен ажырасқан жоқ, өйткені ол да бала туып берген. Мен балаларымның әкесін өзімнің күйеуім деп есептемеймін. Оның бірінші отбасы мені қызықтырмайды да, бәстісіп маған балалармен жақындасқысы да келмейді. Жақында тағы да қыз бала туып алдым. Ал ата-енеммен араласпаймын. Ал күйеуімнің некелі әйелі 4 балалы болды. 2 кеменің басын ұстаған еркегіміз осылай күн кешіп жүр. Шынымды айтсам, мен де осындай өмірден шаршадым. Бірақ амал жоқ, тағдырым осылай болған екенмін. Мен көпшіліктің пікірін білгім келеді. Мүмкін менің тағдырыма ұқсайтын тағдырлар бар шығар.